Алдағы 5 жыл көлемінде ел экономикасына 883.295 маман қажет болады. Оның ішінде 529.977 маман, немесе жалпы сұраныстың 60% инженерлік кадрларға тиесілі. Педагогикалық бағыттағы мамандарға қажеттілік шамамен 185.491 адамды, немесе 21%-ді құрап отыр. Қалған 19% қызмет көрсету, гуманитарлық ғылымдар, бизнес және өнер секілді салаларға бағытталған. Жоғары оқу орындарына бөлінетін мемлекеттік гранттардың көлемі кадрларға қажеттілік болжамына сүйене отырып жасалады. Бұл болжамды әзірлеу кезінде өңірлердің әлеуметтік экономикалық даму ерекшелігі, экономика салаларындағы еңбек ресурстарына деген сұраныс, мемлекеттік бағдарламалардың көрсеткіші және жұмыс берушілердің ұсынысы ескеріледі. Осыған байланысты мемлекеттік гранттардың негізгі бөлігі инженерлік және ауыл шаруашылығы салаларына бөлінген. Сонымен қоса педагогикалық мамандықтар да басым бағыттардың қатарында қалып отыр. Алайда ресми болжаммен жастардың кәсіби таңдауы әрдайым бір арнаға тоғыса бермейді. Мәселен, соңғы жылдардағы талапкерлер арасында стоматология, халықаралық қатынас және дипломатия, құқық, психология, аударма ісі, сән және дизайн сияқты мамандықтардың танымал болып отырғанын көрсетеді. Сонымен қатар педагогикалық мамандықтарға деген қызығушылық та жоғары деңгейде сақталып келеді. Сарапшылар мұны мұғалімдердің әлеуметтік мәртебесін көтеруге бағытталған мемлекеттік қолдау шараларымен байланыстырады. Мысалы, соңғы жылдары педагогтердің жалақысы артты, студенттердің шәкіртақысы көбейді және жұмыспен қамту тетіктері күшейтілді. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің әлеуметтану кафедрасының доценті PhD Нұрлан Байғабыловтың айтуынша, жастар арасында цифрлық бағыттарға қызығушылық артып келеді. Нарықта мобилограф, таргетолог сияқты жаңа әрі сәнді мамандықтарға деген зор қызығушылық бар. IT және халықаралық бизнес саласы жастар арасында мансаптық табысқа жетудің идеал ретінде қабылданады. Бір жағынан жастар цифрлық кәсіптерге көбірек бет бұрса, екінші жағынан экономика үшін маңызды бірқатар техникалық салаға қызығушылық төмен деңгейде қалып отыр. Мәселен, балық шаруашылығы, мал шаруашылығы, механика және металл өңдеу, көлік құрылысы, киім және аяқ киім өндірісі сияқты салалар жастар арасында танымал емес. Бұдан түйетініміз, жастардың кәсіби таңдауы көбіне еңбек нарығының ұзақ мерзімді қажеттілігіне емес, мамандықтың беделі, танымалдылығы немесе табысы туралы қоғамдық түсініктерге негізделетінін аңғартады. Жасанды интеллектіні жаппай енгізу Қазақстанда 300-400 мың жұмыс орнын қысқартуға әкелуі мүмкін деген ақпарат еңбек нарығының болашағына қатысты алаңдаушылықты күшейтті. Дегенмен сарапшылар мұндай болжамдарға сақтықпен қарауға шақырады. Мәселен, Нұрлан Байғабыловтың пікірінше, жасанды интеллект еңбек нарығының құрылымын түбегейлі өзгертіп жатқан жоқ. Жасанды интеллект бұл құрылымды түбегейлі өзгертпегенмен мамандықтардың мазмұнын трансформациялап жатыр. Мысалы, жол тап әлеуметтік жобасы аясында жастардың мобилограф, таргетолог сияқты жаңа цифрлық мамандықтарға тез бейімделуі байқалады. Жасанды интеллект ендігі кезекте адамды алмастырушы емес, оның әріптесіне айналып шығармашылық және аналитикалық жұмыстарды жеделдетіп отыр. Еңбек нарығындағы басты өзгеріс белгілі бір кәсіптің жоғалуында емес, сол кәсіпті атқару тәсілдерінің өзгеруінде болып отыр. 2025 жылы наурыз айында жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына өзгерістер енгізіліп, барлық білім беру бағдарламаларына жасанды интеллект бойынша курстарды енгізу қарастырылды. Қазіргі таңда жоғары оқу орындары білім беру бағдарламаларын қайта қарап, жасанды интеллект тақырыптарын жеке пән ретінде немесе негізгі пәндердің құрамына енгізіп жатыр. Министрлік мәліметінше, бүгінде еліміздің 30-дан астам университетінде жасанды интеллект бағытындағы 42 білім беру бағдарламасы әзірленген. Әлеуметтік сауалнамаларға сенсек, жоғары білім алған жастардың көбі мамандығы бойынша жұмыс таба алмайды. Бұл нарық қажеттілігі мен білім беру арасында әлі де болса алшақтық бар екенін көрсетеді. Мемлекет бұл мәселені шешу үшін жаңа тәсілдерді қарастырып жатыр. Соның бірі жастарды еңбек нарығының нақты қажеттіліктеріне бейімдеуге бағытталған жобалар мен бағдарламалар. Қазақстандағы грант саясаты еңбек нарығының ұзақ мерзімді қажеттілігін ескерсе, талапкерлердің таңдауы көбіне қоғамдағы беделді мамандыққа бағытталғанын көріп отырмыз. Бұл екі бағыттың арасында белгілі бір алшақтық сақталғанымен, жасанды интеллект пен цифрлық технологиялардың дамуы бәріне ортақ жаңа талап қойып отыр. Ендігі жерде қай мамандықты таңдағаннан гөрі сол салада өзгерістерге бейімделе білу маңыздырақ болуы мүмкін.